Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге видеода көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді творожный галетаның рецептімен бөлісетін боламын. Көптен бері ойлап жүрген осы галетаны жасап көрейінші, дәмі қандай екен деп. Сөйтсем, жасап көріп, дәмін көруге тұрарлықтай екен, өте дәмді болып шықты. Керекті ингредиенттердің тізімін видеоның астында қалдыратын боламын. Ал ең бірінші құрғақ ыдысымызға ұнымыз бен творогымызды жақсылап араластырып аламыз. Мен пайдаланған творог, үйдің творогы, домашний творог. Әдейі ұнтақтаған жоқпын блендермен, себебі түйіршік болып тестаның ішінде жүргені тоже приятно деп. Осылай екеуін жақсылап араластырып алдым да, одан кейін бөлме температурасына жұмсартып тұрған сары майды қостым. Достар, міндетті түрде сары майды пайдаланыңыздар, маргарин емес. Осылай бір түйір жылтогымызды қосып, араластырып, қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады, бірақ песочный тесто сияқты маған бір бірікпейді. Күшті болып шықты қамыры. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, начинкамыз дайын болғанша 10-15 минутқа морозильникке салып қоямыз. Ал начинкасын дайындайық. Начинкасына мен алма және де қолдан блендермен езілген қайнатылмаған клубниканы пайдаландым. Варенье пайдалансаңыздар да болады, немесе тек қана алманың өзін пайдалансаңыздар да болады. Мен кішкене начинкасы сочный болсын, сосын кішкене клубничный дәм болсын деп, ерекше бір дәмі болсын деп клубниканы вареньесін қостым. Жалпы оған замороженный ягодалар, фруктылар пайдалануыңызға болады. Крахмал мен қант қостым тағы да үстіне. Осылай жақсылап араластырып, енді қамырын жаюға кірісеміз. Қамырын қалың қылмай, жұқалау қылып, қалыңдығы жарты сантиметрдей болады шамамен. Осылай бір тегіс қылып қамырды жайып аламыз да, начинкамызды ортасына саламыз. Достар, тағы бір ескерте кететін жайт, қамырды жайған кезде астынан сразу пергамент төсеп алыңыздар, себебі қамыр көтеріп, былай тасып, пергамент формаға салып жүруге келмейді, сразу үзіліп қалады ол тесто. Сондықтан пергаментке сразу жайып алыңыздар. Осылай біркелкі қылып, начинкамызды жайып, жандарын ішке қарай қайырамыз. Достар, байқаған болсаңыздар, бұның қамырына қант қосылған жоқ, зато начинкасы тәтті болады. Жандарын осылай қайырып, бетін манағы бір түйір жылтық қостық қой қамырына илеген кезде, соның белогын бетіне жағамыз жылтырап пісу үшін. Міне осылай 25-30 минутта 180 градуста сарғайтып пісіріп аламыз. Достар, міне біздің галетамыз да дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте аппетитный, начинкасы сочный. Даже кішкентай қызымда шыдамай жатыр ғой, суытып жеуге. Кескен кезде ортасы жұп-жұмсақ, ал қайырып қойған жерлері бар ғой, сол жері хрустящий, жегенде де бір приятный. Достар, рецепті соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнаған болса, онда комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.